Сәлем сұлулар, үй жағдайында нағыз табиғи балмұздақтар дайындаймыз. Дүкендерде осындай табиғи балмұздақты қымбатқа сатып алып жатамыз ғой. Ендеше мен ұсынған осы тәсіл бойынша табиғи қымбат балмұздақтарды үйде де дайындайық. Ол үшін бізге сливки қажет. Менде әдеттегідей Калих фирмасының сливкиі өте сапалы әрі дәмді. Ең бірінші 300 грамын бөлек ыдысқа, 200 грамын екінші бөлек ыдысқа өлшеп аламыз. 100 грамм өлшеп алған сливкимізді жылытамыз. Ішіне шоколад, қант, какао салып жақсылап араластырамыз. Жылып тұрған сливкиден біздің шоколадымыз ериді. Осындай бір келкі қою масса пайда болу керек. Енді келесі ыдысқа өлшеп алған 300 грамм сливкиді миксердің көмегімен осылай қоюлатып аламыз. Сливки осылай қою бола бастаған кезде шоколадты массамызды құйып, барлығын осылай жақсылап бір араластырып аламыз. Арнайы балмұздаққа арналған форма болмаса, кез келген қақпағы бар ыдысқа құйып, мұздатқышқа салып, балмұздақтарыңызды бір қатырып алып, ары қарай дәмін татып жіберсеңіздер болады.